қазақтығы жобасынан көретіндеріңіз. Ресей елі Қазақстанға соғыс ашуы мүмкін. Ну, слушайте, давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине. Ресейліктер басым басқада жаңалықтарды айырып тұрып, дәл қазір айтатын боламын. Қараңыздар. Ассаламалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда қазақтығы жобасы және оның авторы Жан Ахмадиев. Қалайсыздар? Ресейлік пропагандондардың Қазақстан туралы айтқандарын естіп, шалқаларыңыздан түстіңіздер ме? Менде де сол. Ой, қазір бәрін баяндап беретін боламын. Тек арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды терең дегізіп басып қойыңыздар, лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар, бұл өте маңызды. Осы арқылы аш ақиқатты көбірек қазақ көретін болады. Келістік пе? Рахмет, Алла разы болсын. Күні кеше Ресейдің Россия 1 телеарнасындағы «Вечер с Владимиром Соловьевым» саяси ток-шоуында саясаттанушылар Қазақстанды Украинадан кейінгі келесі проблема деп атады. Бұл бекерден бекер емес. Мен әрқашанда айтамын ғой, ей, жел соқпаса, шөптің басы қимылдамайды. Вот я тоже буду просить, потому что, ну, слушайте, давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине. Границы у нас там... И русских там много. И территории там, извините. И Семипалатинск там. И, между прочим, и ядерное топливо для всего нашего Росатома тоже там. Конечно. Мы ее признали. Вот в чем дело. Юрий. Ал біздің сыртқы істер министрлігі мұны айтқан адамдардың Кремльге еш қатысы жоқ. Бұлар былжырай береді деп әңгімені жай ғана жаба салды. Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Российской Федерацией, и в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации. Я же только что озвучил. Планирует ли МИД вызывать посла России снова на разговор? На данный момент у меня такой информации нет, нашу позицию я только что озвучил. Ау, Василенко мырза, шынына келсек, Соловьев деген сайқал Кремльдің пиғылын тікелей жеткізетін журналист емес пе? Соны да білмейсіңдер ме? Әлде қазақ көтеріліп кетпесін деп қорқып отырсыңдар ма? Мен сенің орныңда болсам, былай жауап беретін едім. Пи***йте нахуй отсюда, ё***ые пи***цы, вас никто не ждет. Естеріңізде болса, 2014 жылы Ресей Украинаға ашық агрессия жасамас бұрын Киевке бағытталған ақпараттық шабуылдар саны артқан еді. Байқасаңыздар, тура сондай жағдай біздің елде де қайталанып жатыр. Оған мысал Киркоровтың Алматыда берген мына концерті. Бұл аз десеңіз, Алекс Лесли деген нақұрыстың қазақ қыздарын қоздырамын деп шу шығарғаны тағы да бар. Как вы думаете, почему на меня подписалось столько молодых красивых казашек? Может, они хотят... Енді міне күні кеше Лабада деген ресейлік әнші қазақ қыздарына қазақтың ұлттық киімін кигізіп, сахнадағы жалаңаш қыздардың қасына қосып, бірге билетіп жатыр. Біз неге сондай аңғалмыз, айтыңыздаршы. Бұлар біздің намысымыз бен ұлттық дәстүрімізді жерге таптауда. Ал біз төк болмағандай көзімізді бақырайтып жүре береміз. Әрине, мұнаны білген жөн. Ресейліктер осындай арандатушыларды біздің елге әдейі айдап салып, бізді күллі әлемнің алдында ұлтшыл, нацист етіп көрсетпекші. Артынша Қазақстанды денацификация мен демилитаризацияландырамыз деп соғыс жасалады. Бізге шамасы жетсе, әрине. Жақында ғана ресейлік идеолог Дугин сұхбат беріп, сөз арасында Қазақстанды тарихи мекені Ресейге қосып алу керек деп жазған болатын. Қазақ билігі бұл сөзді аңғармағандай сыңай танытты. Реакция әлсіз болды. Неге? Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп атам қазақ бекер айтпаған ғой. Орыс досың болса айбалтаң қасыңда болсын. Алло, билік, мен сендерге айтып отырмын. Дайын болайық. Ал сендердің жүрістерің мынау, сайлау деген спектакльден қолдарың босамайды.
Тоқаев Қасым-Жомарт 82,45%. Сайлау аяқтала салып, азық-түліктің қымбаттап кеткенін айтам да, Қазақстанда өмір сүріп жатқандай. Айтайын дегенім, мыналар сайлауда талтаңдап не істеп жүр, шіреніп, шайқап жүреді демекші. Бұларды ақиқаттың ауылынан алыстау жерде өткен сайлауда шіреніп, шалқақтап жүр да, маған не істей аласыңдар дегендей. Оған қоса Назарбай жүр, өзін Иса пайғамбарға теңеп. Разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не Бог. Поэтому посмотрим окончание суда, и все мы, я думаю, узнаем. Көзін бақырайтып түк білмегендей тұрғанын айтам да, Нұрсұлтан-ау, күллі қазақ біледі бәрін. Аллаға шүкір, көзіміз ашық, санамыз ояу қазір. Сенің сонау 86 жылы билікке қанмен келіп, 2022 жылы қанмен кеткеніңді ұмытпаймыз. Уайымдама, есімің тарихта қалады. Тек ерен тұлға ретінде емес, қанішер ретінде. Қанішер. Жақында бұл Түркиядағы қонақ үйін президент іс басқармасына бердім депті. Берем дейтіндей, Әбіш әкең бұл қонақ үйді саған мирас етіп қалтырып беді. Қонақ үйді қайтардым десең, дұрыс болар еді. Айтпақшы, тек қазаққа тиесілі 160 миллиард долларды қашан қайтармақшысың? Ау, қандай миллиард? Тек қойсай түк білмегендей. Яман бош әйтеуір. Кейінақ адам боп кетесің дейін десем, кеш екен ғой оғанда. Бүгін қайтармасы қасқыр мінез қазағым. Егерде біздің жасап жатқан дүниеміз көңілдеріңізден шығып жатса, арнаға жазылып подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар. Бұл өте маңызды. Себебі осы арқылы Қазақпыз ғой жобасын көбірек қазақ көретін болады. Назарда болған Жан Ахмадиев және Қазақпыз ғой жобасы. Кездескенше күн жақсы.